Дүниеде сені жүрегінде мәңгі сақтайтын бір адам болса, ол сенің анаң. 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жарық дүние есігін аштырған, қатарынан қалмасын деп киіндіріп, бар тәттіні аузына салып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, сенің тәй-тәй басқан әрбір қадамыңа қуанып, жүрек жылуымен өсіріп, өндіріп, ақыл берген Айгүл анамызға Алла разы болсын. Сол күндердің әр сәті аналық махаббаттың өлшеусіз үлгісі емес пе? Маңдайдан сорғалаған тер, еткен еңбек, барлығы осы күннің баянды болуына себеп болды. Бүгін міне Нұрасыл елдің азаматы болса да, сіздің алақаныңыздан төгілген мейірім Нұрасылдың бойына әлі күнге дейін жылулық сыйлайды. Себебі Төлеген Айберген батамыз айтады: анашым, мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Себебі сенді қуат 1000 есе артық жердің тарту күшінен деген. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңіз әрдайым шаттыққа толы болсын, өмірлеріңіз бақытқа толы болсын. Аналық жүрек жарды тілек, ниет өзіңізде. Мархабат.